Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары? Бұл сабақта біз сіздермен English Plus 6 Unit 6 Will and Won't тақырыбындағы жаттығулардың жасалу жолымен және де жауаптарымен таныс боламыз. Сабақты бастамас бұрын, келесі сабақты жібере алу үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ ұнаса видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп өтулеріңізді сұраймын. Now let's begin. Exercise 1. Complete the sentences from exercise 5 on page 72, then answer the questions. Төмендегі берілген сөйлемдерді 72-ші беттегі 5-ші жаттығуға сәйкес толықтыр дейді. Ken is going to walk to the South Pole. Yes, Ken оңтүстік полюске барайын деп жатыр. He won't see polar bears. Ол ағайуларды көргісі келмейді. He thinks he will see penguins. Ол пингвиндерді көру мүмкін деп ойлайды. It will be very windy there. Ол жерде өте желді болуы мүмкін. He isn't going to take his mobile phone. Ол өзінің ұялы телефонын алайын деп жатқан жоқ. Now let's answer the questions. Which two sentences are plans? Қандай екі сөйлем не дейді? Жоспар. Бірінші және де 5-ші сөйлем бізде жоспар екен. Ken is going to walk to the South Pole and he isn't going to take his mobile phone деген сөйлемдер бізде бұл жоспар. Next, which three sentences are predictions? Қандай үш сөйлем болжам? Екінші, үшінші, төртінші сөйлем бізде болжам болып та саналады. Және де what is the negative form of will? Will деген көмеші етістіктің болымсыз түрі қандай? Won't. Яғни will not екі сөздің қосындысы қысқартылғанда won't болады, яғни бұл болымсыз түрде. Now exercise 2, match the questions with the answers. Then complete the rules. Төмендегі берілген сұрақтар мен жауаптарды сәйкестендір дейді, және де ережені толықтыр. The first, will he see penguins? Ол пингвиндерді көруі мүмкін бе? Мүмкін бе? Бірінші сұрақ B. Yes, he will. Yes, ол көру мүмкін. Will it be rainy? Ол жерде желді болу мүмкін бе? Yes, it will. And will polar bears attack him? Ағайулар оған шабуыл жасау мүмкін бе? No, they won't. Жоқ, жасауы мүмкін. Ол себебі оларды көруге барайын деп жатқан жоқ. Now next, let's complete the rules. In questions with will, the words order is. Яғни бұл жерде сұрау сөйлем осылай жасалады екен. Бірінші will plus noun or pronoun plus verb. Next, in short answers, the word order is. Қысқа жауаптар осылай жасалады. Yes. Yes, немесе no деп басталады сұрақ. Plus noun plus will or won't. Now, exercise 3. Write sentences with will or won't and the verbs in brackets. Will және де won't сөздерін пайдаланып, және де жақшаны аша отырып, төмендегі берілген сөйлемдерді толықтыр дейді. Exercise 3. Мысалы, we, одан кейін бар, біз will немесе won't сөздерін қоюымыз керек, және де жақшаның ішіндегі етістікті қолдануымыз керек. Warm clothes. Will take warm clothes. Біз жылы киімдерді алуымыз мүмкін дейді. Яғни бұл жерде will деген біз есімдікпен қосылып қысқарып кетеді. Тек қана соңғы екі әрпі қалады. We will қысқаша түрде will болады. Now let's complete exercise the first sentence. I won't use my mobile phone. Мен өзімнің ұялы телефонымды қолданбаймын. It will be cold in Antarctic. Антарктидада өте суық болуы мүмкін. I think she will phone me tonight. Мен ойлаймын, ол маған түнде қоңырау шалуы мүмкін. You won't get lost because you've got a map. Сенің жоғалып кетуі мүмкін емес, себебі сенде карта бар. I hope we'll see penguins. Мен үміттенемін, біз пингвиндерді көруіміз мүмкін. It won't rain tomorrow, so you won't need waterproof clothes. Ертең жаңбыр жауайын деп тұрған жоқ, сондықтан саған
жаңбырдан қорғайтын киім қажет емес шығар дейді. Қажет болмауы мүмкін. Now exercise 4. Read situations 1 to 6 and make sentences with the phrases in brackets. Use will and won't. Яғни мына ситуацияларға байланысты төмендегі берілген сөйлемдерді will немесе won't сөздерін пайдалана отырып сөйлем құрастыр. Now exercise 4. Мысалы, we've got a compass. Бізде компас бар. We won't get lost. Біздің жоғалып кетуіміз мүмкін емес. Yes? Next. He hasn't got a stove. Оның арнайы пеші жоқ. He won't eat hot food. Ол ыстық тағам енді жей алмайды дейді. We've got a torch. Бізде шам бар. We'll see in the dark. Біз қараңғыда көре аламыз. She got a new sleeping bag. Оның жаңағы ұйықтауға арналған сумкасы жаңа. She won't be cold. Оның жаурауы мүмкін емес. They'll got a satellite phone. Оның арнайы жаңағы спутниктік телефоны бар. They'll talk to friends. Олар достарымен сөйлесуі мүмкін. Сөйлесе алады. You've got sunscreen. Сенде күннен қорғайтын крем бар. You won't burn in the sun. Сен жаңағы күнге күйіп кетуі мүмкін емес. I haven't got waterproof clothes. Менде жаңбырдан қорғайтын киім жоқ. I'll get wet. Мен су болуым мүмкін. Деген сияқты сөйлем құрастыруға болады. Now exercise 5. Write questions about the future using the verbs in the box. Then ask and answer with a partner. Төмендегі берілген сөйлемдермен болашақ туралы сөйлем құрастыр дейді. Яғни бұл жерде сұралы сөйлем құрастыруымыз қажет екен. For example, яғни бізге the weather cold tonight деген сөйлемдер берілген. Will the weather be cold tonight? Түнде ауа райы суық болуы мүмкін бе? No, it won't. Next. Яғни мынау егер де птичка тұрса, сіздер yes деп жауап бересіздер, x тұрса no деп жауап бересіздер ғой берілген сұралы сөйлемге. Now, the first question, will the weather change in the future? Ауа райы болашақта өзгеруі мүмкін бе? Yes, it will. Will polar bears become extinct? Ағайулар жоғалып кетуі мүмкін бе? Yes, they will. Will people live in Antarctic? Адамдар Арктикада өмір сүруі мүмкін бе? No, they won't. Will scientists study the weather? Ғалымдар ауа райын зерттеуі мүмкін бе? Yes, they will. Will all the Arctic ice melt in the next 10 years? Антарктикадағы жаңағы бүкіл мұз осы болашақта 10 жылда еріп кетуі мүмкін бе? No, it won't. Will people kill all the mosquitoes? Адамдар барлық москиттерді, шыбын-шіркейлерді өлтіруі мүмкін бе? No, they won't. Yes. Now exercise 6. Write predictions about your future. Өзіңнің болашағың туралы болжамдар жаса дейді. Мына төмендегі берілген сөйлемдерді қолдана отырып. Сұралы, яғни дейді досыңмен диалог құрастыр дейді. Мысалы, сіздің сұрағыңыз will деп басталады. Will you live in a different country? Сенің әртүрлі елдерде өмір сүруі мүмкін бе? Yes, I will. Yeah, мүмкін. I will be a scientist. Мен ғалым болғым келеді. Next, will you have children? Сенде балалар болуы мүмкін бе деген сұрақ. Yes, I will. I will get married. Мен үйленуім мүмкін деген сияқты. Үстіп осы берілген сөздермен осындай сұралы сөйлем құрастырып жауап беріп, диалог құрастырсаңыздар болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Goodbye.